5 сүре білдім деп намаз өмір бойы оқып жүр, дұрыс емес қой. Нағып біреуді шұқығанға мәссілер. Айналайын, ол 5 сүре біліп оқып атыр ғой. Неге сендер соны дұрыс емес қой, дұрыс емес қой? Не өзің не қарайсың ба не соншама? Оқып атыр ғой ол 5 сүре. Ол күнде 5 рет арақ ішіп атқан жоқ. Ол күн рет неге сондайда шұқығанға мәзбіз біз? Біз қашан ел боламыз? Ол 5 сүре біліп, 5 сүре. Бұл дұрыс емес қой, ол дұрыс емес қой. Не, басқа жағын күшті ме не соншама? Неге арақ ішкендермен айналыспайсың сен? Күнде 5 рет арақ ішіп атқандар бар. Күнде 5 баласын сабап, ата-анасын сабап, әйелін ұрып атқандар. Неге айтпайсың сен? Неге айтпайсың? Неге соларды түзетпейміз біз? Өз-өзін сатып жүргендер бар, күнде 5 еркекті абсурд етеді. Неге соны айтпайсың? Рахмет айт осы оқып атқанына. Ол сол оқып, сол 5 сүресімен иншалла жәннетке кіреді. Уайымдамай-ақ қой, Алланың рахымына. Ол шын ниетімен оқып атыр, сол 5 сүресін. Оның тілінің келгені сол. Бәрі ақыл айтып, шұқығанға мәсбіз. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Дұрыс оқысын, келсін. Соған рахмет айту керекпіз біз. Дұрыс емес. Өзің как будто бір 50 сүре жатқа білетіндей. Білесің бе не 50 сүре? Анау дұрыс емес. Не сөз ол, айналайын? Рахмет айт сол 5 сүре шығады оқығанына. Неге білмеймін бе осы анау дұрыс емес. Өз бір-екі ұстаз тыңдап атыр, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Өз не дұрыс болды, дұрыс емес деп елдің бәрін қашырып біттік діннен. Тыңдағысы келмейді. Тыңдайтын өзі санаулақ болды өзі. Ниетін өзі түзеледі Құда қаласа. Кімнің ниетін өзі Құдай біледі. Мына ниет не жерде лампышка жанып тұрмайды. Ниеті жақсылатып, лампышка жанып, не жерде өшіп тұрмайды. Ниет ақ, Құдай оның ниетін Құдай көріп. Қабыл болсын, біз шақырайық, біз жәрдем берейік оған. Дұрыс емес сенікі. Дұрыс емес сенікі. Бес ақ сөздегі не ол? Не өзің жатқа білесің бе не сен? Жаңадан біреу бүйтіп атыр да, орамалды енді тағайынса, дұрыс емес дейді сенікі. Бір қарындас, мынаның бәрі сөйтіп жазады. Тыңдап атқан бәрі сөйтіп жазады. Бәрі сөйтіп жазады. Мен просто намазға орамал тақтым дейді. Енді жұмыста таға алмай жатырмын. Сен намазың қабыл емес. Сен вообще дұрыс емес. Сен өзің қызың жағды жалаңаш жүр. Бұл хоть намаз оқып атыр, айналайын. Сен өзің үйіңді арақ ішіп жүрсіңдер. Не қыласың ода? Не шаруаң бар ода? Бастап атыр, қайда соған поддержка беріп, жәрдем берейік. Дұрыс баста деудің орда. Сен қабыл емес. Осы не сөз? Мен жазады. Үрейді шырат, үдірейші. Енді оқиын десең, оқымайды сен, қабыл емес сен. Сурет тұрса да қабыл емес. Фамилия өткенде бір айтады, намазды қойдым дейді. Неге десе, күйеуімнің фамилиясын өтем, ондайлар мұсылман емес деп айтты дейді.